Бүгін рум-турдың екінші бөлімі. Балалардың жатын бөлмесіне жүріңіздер. Міне бұл екі қыздың жатын бөлмесі. Мына бетте алау, мына бетте сезім жатады. Байқағандарыңыздай, бұл жердің де дизайны, концепциясы жалпы үйге де келеді, бір-бірін байланыстырады. Бірақ бұл жердің интерьерін, дизайнын қыздар өздері дизайнермен бірлесе отырып, ақылдасып осындай шешімге келді. Көрдіңіздер ғой, мынау барлығы ереленген, ол толқынның белгісі. Сезім өзі жақсы көреді осындай подсветкаларды. Ал мынау өздерінің кроваттарының басында планета тәрізді светильник. Түнде қысып қояды керек кезінде, ұйықтайтын кезінде өшіреді. Осында барлық включательдер орналасқан, орнынан тұрмай осы жерде барлығын өшіреді. Жалпы бұл жерде енді екі қызға арналған болғандықтан екеуіне осындай тартпа, сезімнің жағын, алапканың аймағы, Дизёка студентка болғандықтан ол өзімен бірге өзінің ноутбугын алып жүреді. Жалпы сезім шетелде оқып жатқандықтан бұл жерде қазір алапка кайфовать етіп жатыр. Пердені де біз ішіндегі тюльді қыздармен бірге таңдадық. Қыздардың да таңдауы осындай жеңіл, ешқандай да бір синтетика қосылмаған, қыбы, лен араласқан, вискоза араласқан. Одан кейін міне портер тоже шторында. Біз осындай әдемі жеңіл матадан таңдадық. Жалпы түстері бір-бірімен байланыстырдық. Покрывалында арнайы осы қыздарға тігілген. Әрине білемін, сіздерде сұрақ туындайды. Мынау не деген секілді. Бұл тоқ камераның тоғы болғандықтан жақын арада келеді. Мына қабырғада әдемі айна орналасқан. Қыздардың қалауы бойынша. Мына есік не десеңіздер, бұл жерде жуынатын бөлмелері. Мұнда оянатын орны, екі қызға арналған раковина. Бұл жерде ішінде холодильник орналасқан. Түрлі кремдер, бетке қоятын маска, патчи, тоңазытқышта тұратын дүниелер осында. Мұның екі жағы өте ыңғайлы, керекті заттары тұрады өздерінің қыздардың. Және мына жерде тартпа бар, мына жерде екі тартпа бар. Өздері қалағандай ванна қойдырды. Жатын бөлмемен байланыстыратын бұл қабырғаға ілініп қоятын шам. Ал мына жер қыздардың киім ілетін шкафтары. Ашып көрсетпей қояйын, өйткені бұл жеке өздерінің заттары, бұған рұқсат берген жоқ ашуға. Мына кейіпкерлерді танысаңыздар, астына жаза кетіңіздер. Қай сериалдан және кейіпкерлердің атын. Осымен болды. Қыздардың бөлмесімен таныстырдым. Ал енді ұлдардың бөлмесіне өтейік. Бұл да ұлдардың қалауымен, дизайнермен ақылдаса, кеңесе отырып, осы тематикада, осы түсті қалаған жалпы народ. Қан айтты, маған төсегім болса болды, телевизор және компьютер деп. Енді әрине қанға компьютер алдағы уақытта аламыз, телевизорды келеді. Мына жерде хан жатады, бұл ханның төсегі, ал мына жерде арудың төсегі. Бұл жерге біз перде ілген жоқпыз, ұлдардың бөлмесіне мүлде перденің қажеті жоқ, сондықтан осында римский штор ілдік. Осы жерге үлкен айнаны қойып қойдық. Меніңше өте әдемі визуально комнатаны кеңейтіп тұрады. Ал ТВ зона, техникаға арналған осы тумба, теледидарды орнатамыз. Мына жерде балалардың өздерінің керекті, здесь и сейчас қажетті дүниелері, кітаптары бар, өздерінің парфюмі бар, нарудың кремі деген сияқты әлі заттарын әкеп орнатады өздері. Ал біз гардеробқа өтейік. Бұл ұлдардың гардеробы. Мынау үлкен ұлдікі. Мынау ханның территориясы. Заттарды бұлай ыңғайлы етіп бокстарға
салып қойдық. Әрине, ұлдардың бөлмесіне әлі толықтыратын заттар алынады, мәселен орындық деген сияқты, пуф дегендер. Бұның барлығы ұсақ түйек дүниелер. Оған аса қатты мән беріп жатқан жоқпын. Алдағы уақытта алар кілем деген секілді. Ал қазір біз ас бөлмеге өтейік. Ас бөлмеме қош келдіңіздер. Кіріңіздер. Ас бөлмеде ең бірінші назар аударатын ол әрине тас. Бұл тасты айта кететін болсам, кең көлемді керамогранит Тадж-Махал деп аталады. Көлемі 1/60-та 3/2. Тамаша. Маған соның үстіне ұнады. Оның үстіне осы арканың ішіне де орналастырған глянцевый болды. Ал полға осы Тадж-Махалдың матовый. Байқасаңыздар, өте әдемі. Және ол теплый. Ас бөлменің жүрегі әрине тамақ пісіретін плита. Плитаны осы жерге қойған себебім, бұл жерде ешқандай шкаф, ешқандай вытяжка, ешқандай кедергі беретін дүние жоқ. Әдемі тамақ пісірген кезде кайфпен пісіресің. Ал менің вытяжкам міне. Тамақ пісіп жатыр, иіс шығып кетеді-ау деген уайым жоқ. Бірден қатып бұл вытяжка. Болғаннан кейін қайтып кіргізіп қоясың. Ешқандай бір көзім шаршататын дүниелер жоқ. Енді ары қарай кетсек, мынаның астында барлығында ыдыс-аяқ қоятын полкалар бар. Ал мынау посудомойка, ал мынау мойка. Әрине, мойка кішкентай емес. Мен қалағандай ең үлкен көлемді мойканы орнаттым. Өйткені маған солай ыңғайлы. Бұл смеситель. Және мынау ыдыс-аяқ жуатын сұйықтық құятын дозатор деп аталады. Бұл фильтрдің суы. Мына жерден де фильтр шығаруға болады, бірақ маған ыңғайсыз өйткені біз отбасымызда адам саны көп болғандықтан, Аллаға шүкір, бөлек қойғанымыз ыңғайлы. Бұл қоқысты тазалайтын измельчитель деп аталады. Измельчитель, мысалы, біз қоқысқа тамақтың қалдықтарын тастаймыз ғой. Қалдықтарын тастаған кезде иіс шығып, астынан су ағып жатады. Сондай дүние болмас үшін осында қоқыстарды тастап, мен қазір көрсетейін. Суды ағызып, ыдыс-аяғын жатамыз. Көрдіңіздер ме? Осылай қоқысты сақтап тұрып, ары қарай өткізіп жібереді. Мына жерде біздің ас бөлмеде терезе болғандықтан, терезені біз жабу мақсатында осындай жеңіл леоннан орнаттық. Ас бөлмеге жеткілікті жарық түсіп тұрады. Мебель шпон ағаштан таза жасалған. Ешқандай тұтқа болғанды ұнатпаймын. Сондықтан тегіс. Қалай ашылады десеңіздер, әрине типон. Холодильник, морозильник. Бұл жерге стакандар, ыдыс-аяқтар, жалпы декоративный әдемі дүниелер осы жерде тұрады. Ас бөлменің екінші бөлімінен таныстыра кетейін. Бұл жерде шағын ғана осындай жұмыс істейтін орын. Менің балаларым үлкен болып қалғандықтан, олар тез арада тамақ ішіп кеткеннен кейін жерде осындай екі барный стол қойдық. Аквариум болғанын қатты қаладым. Ол аквариумның қонақ бөлмесінде де және ас бөлмесінде болғанын қаладым. Сонымен осындай решение таптық. Екі бетке қарайтын, жақтан картина тәріздес, ал бер жақтан кәдімгі аквариум. Әрине, ас бөлменің кем-кетік дүниелері бар. Алдағы уақытта оны жасаймыз. Мәселен, мынау бір жоғары жағына келетін болсақ, аквариумның оны жиһазбен жабу керек. Мына шкафтардың ішінде толықтай ыдыс-аяқ, астында да, жоғары жағында да өте ыңғайлы. Неге ас бөлмең кішкентай жұлдыз? Неге андай, неге мұндай деген секілді көптеген кері байланыс алған едім.
стористерден әр ханым өзінің ас бөлмесін өзіне ыңғайлап жасайды, яғни комфортно болса болғаны. Маған бұл ас бөлмесі ыңғайлы болғандықтан осы концепцияны қалдырғаным жөн көрдім. Осымен рум-турдың екінші бөлімі тамам. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Одан кейін бірінші бөлімде көптеген пікірлер жазды. Жұлдыз, неге үйіңіз аппақ, неге бір қанық түстерді қоспағансыз секілді пікірлер келіп жатыр. Талған мен талапқа талас жоқ. Достар, егер де осы менің жасаған ремонтым ұнап жатса, егер де қандай да бір менің тарапымнан кері байланыс қажет болып жатса, мәселен, есікті қайда жасаттым, жиһазды қайда тапсырыс бердім деген сынды сұрақтарыңыз туындап жатса, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Мен алдағы уақытта стористерде, парақшамда пайдалы ақпаратпен бөлісемін, нені қайда жасатқанымды.